Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алиш. Бүгінгі видеода мен сіздерге кубиктің сары бетіне плюсты құрауды және бұрыштарды өз орындарына қоюды үйрететін боламын. Ал біз көп созбай бастаймыз. Бірінші бізге кубиктің сары бетінде осындай сары плюсты жинау қажет. Жинау барысында үш ситуация кездеседі. Біріншісі сызық, бумеранг және де нүкте. Бірінші ситуация сызық деп аталады. Оны осылай ұстаймыз. Және осы жақтан формуланы орындайтын боламыз. Бірінші біз алдыңғы жақта фронт сағат тілімен бұраймыз. Және де пиф-паф формуласын орындаймыз. 1, 2, 3, 4. Және де сағат тілімен алдыңғы жақты кері қарай бұраймыз. Бізде осындай плюс жиналады. Андай жиналған бұрыштарға мән бермейміз. Екінші ситуация бумеранг деп аталады. Оны осылай ұстаймыз. Және де формуланы орындаймыз. Алдыңғы жақты сағат тілімен бір рет бұраймыз. Енді пиф-паф формуласын екі рет орындаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Не, осылай плюс жинау керек. Үшінші ситуация нүкте деп аталады. Оны кез келген жерден ұстап жасай береміз. Енді формуланы орындау үшін алдыңғы жақты бір рет бұраймыз. Екі рет пиф-паф формуласын орындаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Фронт артқа қарай, яғни алдыңғы жақты сағат тіліне қарсы бұраймыз. Және бізде таяқша шықты. Осы таяқшаны енді орындаймыз. Ол үшін бізге алдыңғы жақты сағат тілімен бұрау керек болған. Және бір рет пиф-паф формуласын орындау керек. 2, 3, 4. Міне, плюс жиналды. Бұрыштарды өз орындарына дұрыс қою үшін алдымен мен сіздерге өздерінің орнында дұрыс қойылған бұрыштарды көрсетейін. Мысалы, сары, көк, қызыл, сары бұрышы өз орнында дұрыс тұр. Себебі бұрыштағы сары түс центрдің сары түсімен бірдей келіп тұр. Бұрыштағы қызыл сары түспен және көк түспен сай келіп тұр. Келесі сары, көк, қызыл бұрышы. Бұрыштағы қызыл түспен сарымен және көкпен сай келіп тұр. Келесі сары, қызыл, жасыл бұрышы. Жасыл түс жасылмен, сарымен және қызылмен сай келіп тұр. Және де сары, жасыл бұрышы да тура солай. Ал енді мен сіздерге өз орындарында дұрыс қойылмаған бұрыштарды көрсетейін. Бұрыштарды өз орындарына қою үшін біз кем дегенде өз орнында тұратын екі бұрышты табу керекпіз. Мысалы, сары, жасыл, қызыл бұрышы өз орнында тұрған жоқ. Ол үшін біз оны өз орнына қоямыз. Осылай шапканы бұрау арқылы. Және де сарымен, қызылмен, жасылмен келеді. Яғни ол өз орнында тұр. Келесі түс сарымен келіп тұр, қызыл сарымен және жасылмен келіп тұр. Яғни осы екі түс өз орнында тұр. Ал келесі сарымен, қызыл жоқ, ал көкпен келіп тұр. Яғни бұл өз орнында тұрған жоқ, себебі қызыл сарымен келмейді. Келесі көк бұрышы. Ол өз орнында тұрған жоқ, себебі қызылмен келмейді. Енді өз орнында тұрған екі бұрышты сол жаққа аламыз. Ал жиналмаған екі бұрышты оң жаққа қоямыз. Және де осы формуланы орындаймыз. 3 рет пиф-паф. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және де 3 пиф-пафты жасап болғаннан кейін оң жақты өзімізге қаратамыз да сол қолмен жасалатын пиф-пафты жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және де бұрыштар өз орындарына қойылды. Көрсетіп шығайын. Сары, қызыл, көк бұрышы өз орнымен тұр. Сары, көк, қызыл өз орнымен тұр. Және де қалғаны өз орындарына қойылған. Келесі ситуацияда бізде тек қана бір бұрыш өз орнында тұр. Сары, қызыл, жасыл. Мысалға. Ал қалған қасындағы екі бұрыш сәйкес келмейді өз орындарына. Осы ситуацияда біз жиналған бұрышты сол жағымызға аламыз да формуланы жасаймыз. 3 пиф-паф оң жақ өзімізге және сол қолмен жасалатын пиф-паф.
формуланы жасап болғаннан кейін мен алдында көрсеткен бірінші ситуацияға қайтадан қайтып келдік. Қазір мысалы осы бұрышты өз орнына қояйын. Ол өз орнында тұр. Сары, көк, қызыл бұрышы. Және де сары, жасыл, қызыл. Алайда осы екі бұрыш өз орнында тұрған жоқ. Жиналған екі бұрышты сол қолымызға алып, жиналмаған екі бұрышты оң жағымызға қоямыз. Және де формуланы жасаймыз. 2, 3, 1, 2, 3. Осылай бізде бұрыштардың барлығы өз орындарына орналасады. Ал бүгінге осы, түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Алиш Кубер, аман сау болыңыздар.